көзімше жаңа келістік. Екі қызды әкеп қазір қамайсыздар. Деланы дұрыс жүргізесіздер. Кейін жаңа акценттегі болған жігітті көзімше тауып алып келесіздер. Бізге қылмыскерлерді көрсетіңіздер. Осы жерде отырған болса, сол қылмыскерлерді әкеп көрсетіңіздер. Біз көруіміз керек. Сол қылмыскерлер осы жерде екен. Неге ол жерде 13 адам болып, 7 адам қамалады? Қалғандар қайда? Оның 4 баласы бар деп роботының бастығы маған айтады. А мен кәмелетке толмаған. А мен баламшы? Қыздарға қатысты шешім қабылдаймыз. Қандай шешім қабылданады? Және басқа қатысушыларға шешім қабылдаймыз. Бейсенбаевтың ісіндегі Байжанов тек қана полицияға және жедел жәрдемге уақытылы хабарласпаған үшін, хабар бермеген үшін, яғни қылмысты жасырды деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Ал мына істе қарасаңыздар, қазір 4 баласы бар деп біреулерді арашалап жатыр екен. Олар уақытылы хабарласпаған, былай тұрсын, олар ұрып атқан кезде, соны ұруға келе жатқан кезде, олар сондай мақсатты түрде келді. Феминистер бар ғой, мысалға, әйел адамды өлтірді, әйел адамды ұрды, еркектер жаман дейтіндер. Міне мысалға, ер адамды әйел адамдар ұруға осындай сообщник болып келіп тұр. Солар да дәл осылай тең хақылы ғой әйелдер. Әйелдер еркекпен тең хақылы болғысы келеді. Онда сондай тең жағдайда олар да жауапкершілігін көтерсін. Келді ма бірге, машинамен бірге? Олар да жазасын көтерсін, еркектер сияқты. Кем дегенде 4 жылын алсын.